Сәлем достар, дәл осындай бауырдан жасалатын тортты жасап үйренетін боламыз. Өте дәмді және әдемі болып шығады. Алдымен осы бауырды осылай турап, блендерға салып, блендермен өткізіп аламыз. Немесе ет тартқышпен де өткізуге болады. Егер видео сізге ұнап жатса, онда лайк басып, комментарий жазып, осы каналға тіркеліп кетіңіздер. Үкіштен өткізіп алғаннан кейін осындай болып шығады. Оған 2 жұмыртқа қосамыз. Рецептіні описанияға тастадым, қанша граммнан екенін. Сол жерден қарап өтсеңіздер болады. Міне осылай дұрыстап араластырып аламыз да. Содан соң шамалы сүт, 1 стақан сүт, 1 стақан ұн және шамалы тұз саламыз көз мөлшермен. Мінекей дұрыстап венчикпен араластырамыз. Себебі андай комоктар болмау керек. Бір тегіс масса болып шығу керек. Ұнды сразу салып жібермеңіздер, то жаңағыдай бұлғап араластыру кішкене қиындау болады. Сол үшін кішкене бөліп салғандарыңыз дұрыс. Егер де кішкене масса қоюлау болып тұрса, онда тағы да шамалы сүт қосып жіберуге болады, немесе су қосып жіберуге де болады. Өзіңіздің неңізге қарай. Және 3 қасық, 3 үлкен қасықпен мына жерде мен шемшік май қостым. Барлығын араластырып алғаннан кейін блины пісіретін табаны қыздырып, шамал ішіне май құйып, осылай барлық жеріне жеткізіп аламыз. Енді блины пісіретін табаны білесіздер, бір майлағаннан кейін майламайсыздар. Осылай обычно блины пісіреміз ғой, сондай қылып пісіре береміз. Бауыр вообще өзі тез пісетін болғандықтан тез күйдіріп алмай әдемілеп пісіріп аламыз. Мінекей менде уже пісіп қалды. Екінші жағына аударайын деп отырмын. Аударып, екінші жағын көп күтпейсіздер, шамалы күтесіздер де уже түсіріп ала бересіз. Қасында қарап тұру өте маңызды, күйіп кетеді резко. Мінекей дәл осылай мен 10 шелпек дейді ғой, пісіріп алдым. Міне мына жерде біз начинкасіне майонез, ұсақтап туралған чеснок және бөлек қуырып дайындап алдым. Мына жерде морков, жуа бөлек қуырдымда осы майонезбен чеснокпен араластырдым. Енді торт жинаған құсатып, уже жинай береміз. Мына жерде арасына жағып, осылай бірнеше тарелкалерге 3-ден 4-ден бөліп жасасаңыздар болады. Мен мына жерде барлығын бір жерге жасадым. Бір жерге жасап, сосын бөліп те қоя беруге болады дастарханға. Өзіңіз білесіз оны. Майонезін аздау қоссаңыздар да болады. Біздің үйде тағамда майонез көп болғанын жақсы көреді, сол үшін майонезін кішкене көптеу қостым. Мінекей біздің бауырдан жасалынатын тортымыз дайын. Осындай өте дәмді болып шығады. Жасап көріңіздер. Және осы видеоға лайк басып, осы каналға тіркеліп кетіңіздер. Әртүрлі рецептермен бөлісетін боламын.